Байырғы өткен заманда, дін мұсылман аманда, ғайып қария қамбар ата, аспан су әлемінен жазық далада жайылсын деп, жерге алғашқы жылқыны жіберген екен. Ал ғайып бейне кейуана, жер бетіндегі алғашқы биені сауып, одан ашытқан қымызды қазақ халқы ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Ата-баба аруағы, о өмірдің ақ көбікті құдіреті, ғасырдан ғасырға жеткен қымыз. Қымыз жайлы сөз қозғаса, әрбір қазақтың жаны тебіреніп, ақын бола бастайды. Қымыз біз үшін бақытты өмір кешудің синоним іспеттес. Ғасырлар қойнауынан келіп жеткен өзіне сакралды көзқарас қалыптастырған бұл ақ көбікті қышқыл сусынның қасиеті неде? Биенің сүті ананың сүтімен пара-пар. Мысалы, анада сүт шықпаса, балаға қорек ретінде тек мысалы биенің сүті ғана пара-пар. Қымыздың беретін күші ерекше. Бұның белогы бар, жаңа кальций бар. Кальций жақсы қорытады. Жүрек қан тамыр ауруларына қарсы, туберкулезге қарсы, мысалы әрекет беретін, соны алдын алуда, оны емдеуде бұның қасиеті ерекше. Біздің арғы тегіміз Сайын даланың және энеолиттік Ботай қонысының ежелгі автотхонды тұрғындары алғаш жылқыны қолға үйреткенде адамзат баласының денінің саулығына қандай шипа сыйлағанын білсе, олар өздер ашқан ұлы жаңалығын мәртебе тұтар еді. Құлан жортқан құладүз дейді. Ал енді осы құлан жортқан құладүз қазақтан басқа кімде бар? Қазақ сияқты әрі жауынгер, әрі арқалы, әрі айтқыш, әрі сауыққой халықтан басқа кімде бар? Тұран тарихында біздің мынау сақ дәуірінен бастап, кешегі мына өзіміздің шежірелерде, тіпті мынау хандық дәуірден 14-15 ғасырдан бері қарайғы өзіміздің аңыз, ертегі, жыр дастандарымызды алсақ, Алпамыстың Байшұбары, Қобыландының Тайбурылы, Райымбек бабамыздың Көк ойнағы. Дәлірек айтқанда, қазба жұмыстарынан табылған тері торсық түбі мен қыш ыдыстағы қымыз қалдығы біздің отандық археологтарға қолға үйретілген жылқы феномен ашуға негіз болды. Қазақ елі қымызды көп жылдан бері өзіне ең жақсы тамақ деп есептейді. Неге дегенде бұның қасиеті өте көп. Кішкентай кезінен бүткіл қазақ елінің шаруасы мал шаруашылық болған. Мал шаруашылық болғаннан кейін әртүрлі аурулар малдан тарқайды. Соны балдардан бастап ауырмау үшін қымыз берген. Қымыздың қасиеті мына балдардың иммунный система дегеніне сонан жоғарыға көтереді. Оны қазір бәрі жер дүниедегі ғалымдар оны бәріні зерттеп, оны елге бәрін айтып жатыр. Ол қазақ елі бұрыннан білген. Содан кейін барып, осыны ескеннен кейін біздің қазақ елінің осындай қымызына бүткіл елдің, басқа елдің адамдары өте қызығына қарап жатыр. Адамдар қымызбен ежелгі дәуірден таныс болған. Қымыз туралы ежелгі грек тарихшысы Геродоттың еңбектерінде де айтылады. 1000 жыл бұрын бүйректегі тас ауруына шалдыққан уәзірді қымызбен емдегенін Әбу Али ибн Сина жазып кеткен. Белгілі саяхатшы Марко Поло осы бір жұпар иісті ақ көбікті сусынды жаңа ашытылған ақ шараппен теңестірген.
Қымыздың таңғажайып қасиетіне Лев Толстой және Антон Чехов өздері ішу арқылы көз жеткізеді. Ал тұтқынға түскен неміс дәрігері Рудольф Шторх өз дертінен тек қымыз арқылы емделіп, отанына оралған соң, Германияда осы бір шипалы сусын өндірісінің негізін қалаған. Немістер қалай алып кетті? Қымызға патент алды олар. 500 жыл құс бар, таяуда немістің бір сондай өзі жылқымен үйір, жылқы сүті арқылы емдік қасиеті бар, керемет тағамдар жасайды. Соның мысалы жалпы алған уақыттарда косметикалық несіне де әсері бар екен. Адамның жалпы бет бейнесін жасартуға әсері бар екендігін көрсетеді мысалы. Сондықтан да мысалы қымызды айтқан уақыттарда ол теңдес жоқ дүние. Бұл шексіз жалпы адамның өміріне пайдасы жағынан ештеңемен салыстыруға болмайды. Сондықтан да бұл құдіретті тағамды біз өзіміз жетілдіріп, халыққа дәріптеп айта алмай жатырмыз. Мына қымызымыз қазақтың тағамы екені айдан анық қой. Өзіміздің минусымыз бар. Біздікі ғой, жер біздікі, ел біздікі, жаңа тағам біздікі деп көп нәрсеге көңіл бөлмей жүре береміз. Селқос қараймыз да, соны ертеңгі күні біреу біздің тағам деп жаңа лицензия алып, патент алып жатса мысалы, әттеген ай деп қаламыз. Біз қай жерде болсақ та өзімізді қазақ екенімізді білдіріп, қай жерде болсақ та қымыздың біздің тағам екенін білдіруіміз үшін еңбек ету керек. Бүгінде қымыз тек Орта Азия елдерінде ғана емес, алыс шетелдерде де жоғары сұранысқа ие. Бұл сусынға тіпті ақш пен Жапониядағы биохимик ғалымдар қызығушылық танытуда. Біздің ғалымдарымыз осы басқа елден қалмайын деп қымыздың әр түрлісін шығарып жатыр. Неге дегенде қымыз ол уақытынша болатын тамақ ол. Қыс кезінде, көктем кезінде ол азайып кетеді. Содан кейін барып бүткіл жыл бойы осы балдарға, басқа кісілерге арналған тамақ бізде осы құрғатылған и таблетка ретінде берсек деген біздің үмітімізбен осындай жаңадан технология шығарып жатырмыз. Иә, біз ежелгі отанымызбен, кең даламызбен мақтан аламыз. Осы бір дархан даланың не қасиеті бар? Оны бізден бұрын құстар мен жылқылар білген. Тек құстар ғана көк майса шөбімен таза суға бай, қайталанбас дала ландшафтынан самғай білсе, ал жылқылар осы шөптердің құнарлысын ғана таңдай білді. Қымыздың өн бойына жиналған емдік қасиеттерінің саны мен сапасы, қымызбен емделген аурулар тізбесі әлі күнге дейін дәрігерлерді таң қалдырып келеді. Қымыз жұмақтағы өзеннен ағып жатқан жұпар иісі аңқыған сусын секілді. Бұл қасиетті сусын өміріңе демеу беріп, дертіңе шипа болады. Орта ғасырлық араб тарихшысы Ибн Рузбехан. Судың тұнығын, шөптің шүйгенін, ішетұғын денесінде өті жоқ. Малдың сүті әлбетте ем шипа болады. Ғалымдардың зерттеуіне қарағанда, медицина тұрғысынан болсын, басқа да тұрғыдан болсын, мысалы, бұл дәлелдеуді қажет етпейтін айқын дүние. Бүкіл микроэлементтердің бәрі бойында. Қымыздың адам ағзасына берер әсерін әрлендіреді, күшейтеді, жаңартады деген үш-ақ сөзбен жеткізуге болады. Орыс дәрігері Нестор Постников. Қымызды біз
бір Құдай берген құдіретті күш деп санаймыз. Бұған теңдес келетін ешбір жануардың үстінде жоқ. Витамин С дейтін үлкен бір керемет қоректік мәні бар, басқа жерде шықпайтын ешбір сүтте жоқ. Ол тек қана қымызда ғана бар. Ал еті жесең қоректік жағынан ешбір етпен салыстыруға болмайды. Мысалы, қазақтар айтады, жатарда ғана ішеді ғой тамақты. Қойдың еті ертеңгі күн батқанша сіңеді. Сиыр еті таң сарғайып атқанша дейді. Жылқы еті төсек салып жатқанша дейді. Жылқының дүбірінің өзі жатқан симфония. Бізге кең байтақ, дархан далалы қазақ жерін сыйлаған жаратқанға қалай тәнті болмайсың? Қымыз қазақтар арасында ерекше мәртебеге ие. Бие сау үрдісі бірнеше ырымдар мен наным сенімдермен қатар жүреді. Биеге жаңа жұлынған көк шөп береді. Бұлақ суынан ішкізеді. Ал құлынға анасының дәмді де құнарлы сүтін емізеді. Құлынның еміп, еркелеуі биенің июіне мол мүмкіндік береді. Сондай-ақ қазақта биені әйел адамда, ер адамда сауа береді. Алғашқы саумал ерекше сакралды мәнге ие. Қазақтар қымызды ашытудың барлық канондарын сақтап жеткізген. Қымыз дайындаудың шартына сәйкес ағаш көбіні көлеңке жерге қойып, бие сүтінің ақ көбікті қымызға айналу үшін ашытқы қосып, одан әрі піспекпен ақырын піскілеген. Соңынан көбінің бетін қымтап жауып қойған. Осылайша бірнеше рет қайталап, келесі күні дайын болған қымызды ішкен. Неге қос бүйрек шөміш қымыздікі? Мысалы, осыған көп ақылдың керегі жоқ. Өйткені мынау, егер бір ғана дөңгелек шөміш болса, ол біріншіден шайқалады. Шайқалғанда төгіледі. Екіншіден құюға ыңғайсыз. Үшіншіден жалпы тамақты қазақ ырымға жаман деп ешқашан бүйтіп дөңгелетіп шайқамайды. Жер шайқалады дейді. Ал қымызды мына қос бүйрек ожауда бұл тек қана тербетеді. Жалпы тербету деген бала тербету, бесік тербету, ой тербету, жыр тербету, күй. Осының бәрі тербету деген қазақтың бір өте бір жағымды да жұғымды сөзі. Қымызды өндіру өнеркәсібін елену талмай еңбек етуді, маңдай терді қажет ететін жұмыс. Қазақстанда қымыз өнеркәсібі біртіндеп жүзеге асып келеді, және қымыз өнімі отандық қана емес, шетел саудасында жаулап алуда. Айта кетер болсақ, солтүстік Қазақстан облысының Ресеймен шекараласатын жерінде орналасқан шаруа қожалығындағы автоматтандырылған технологиялар жүйесі бойынша өндіріліп жатқан қымыз жоғары сұранысқа ие. Және де оны негізінен ресейліктер тұтынуда. Халық қымыздың азықтық және емдік қасиеттерін жоғары бағалауда. Кумыс – это целебный напиток, эликсир бодрости и здоровья. Қымыз бұл шипалы сусын, денсаулық пен сергектіктің эликсирі. Ол бірнеше мыңжылдықтар бойына Азия, қазіргі Қазақстан территориясында өндірілді. Алғашқылардың бірі болып дәрігер Постников патшалық Ресейдің Саратов губерниясында, Қалмақта, Башкирияда және Қазақстан территориясында қымызбен емдеу орындарын ашты. Қазақстанда мұндай емдеу орындары Бурабай, Сосновый Бор сияқты жерлерде ғана болды. Қымыздың шипалық қасиетін бірінші аңғарған
Ресей тұсында 1830 жылдардан бастап башқұрттардың арасында Ресей империясы алғашқы қымыз ауруханасын, қымызбен емдейтін емханаларды аша бастаған. Кейінірек әрине бұл енді бірден бір жаман ауруға, өкпе ауруларына бірден бір ем шипа екенін білгеннен кейін кеңес дәуірлерінде де көптеген емханалар ашылды. Тек қана қымызбен емдейтін. Осы ақ көбікті шипалы қымызды ішу бұл бір керемет сәт. Ең алғаш дайын болған қымыздан ауыз тию бұл нағыз мереке. Көшпелі халықтың ғасырдан ғасырға мұра болып жеткен рухани өмірі мен мәдениетінде бие сүті мен қымыз басты атрибут. Дәстүрлі қазақ ортасында ел жайлауға көшкенде жазғы тұрымғы уақыттан басталып 40 күндік шілдеге дейін аталып өтетін қымыз тойы қымыз мұрындық деп аталады. Қымыз деген тек қана тағам емес, бұл біздің ұлттық үлкен дәстүріміз. Қазақта айтулы 4 той бар. Ең бірінші қыстан аман шықтың ба деген жаңағы көріс айт дейді бір жерде, өзіміздің наурыз тойымыз. Одан кейінгі жаңағы қымыз мұрындық. Хан жайлау дейміз, оның өз қызығы өзіне, одан кейін мына мұсылманның, исламның келуіменен сәйкестендірілген айт мерекесі. Бұл ырыздығымыз бірікті, енді ырыздығымыз дәмдес тұздас болайық деген сияқты елдің бірлігін, тірлігін кіріктіре түсетұғын бұл бір үлкен салт. Дала көшпелілері қонақты қарсы алғанда алдынан шығып қымыз құйылған аяқ ұсынған, және бұл көшпелі халықтың қонақ жайлылығының бір белгісі іспеттес. Қымызды ешқашан бір қолмен ұсынбайды. Қос қолдап. Мына қос қол деген не үшін керек? Қос қол деген бүтін болу үшін керек. Амандасқанда да бір қолын шошайтқан адамды айтады, неге сен бір қолыңмен амандасып тұрсың дейді. Негізінде бір қолымен амандасқан адам, бір қолымен жаңа ас ұсынған адам, бір қолын кәдімгі жау көріп артына ұстап тұрған адам болып есептелінеді. Демек, ана адамға толық сенбегендік деген сөз. Жолаушы қанша жолға асығып тұрса да, жолда кездескен елді мекендегі үй иесі ұсынған қымыздан бас тартпаған. Басын иіп, бой сергітер ақ көбікті қымызды сіміріп ішкен. Орыстың тарихшыларының көп жазатыны бар. Малымен бірге дейді, 18 ғасырда айтып отыр. Малымен бірге өзі де қыстан әрең шыққан, арықтап шыққан қазақ дейді. Малы да семірген кезде өзі де семіреді дейді. Ол ненің арқасы? Әрине, қымыздың қуаты, қымыздың қасиетінің арқасы. Өйткені бұл адамның тәбетін аштырады, бірінші. Екінші, мысалы қыс бойы жеген сүреттің организмге жиналған қышқылдығын осы қымыз арқылы бейтараптандырады. Бұл бір. Яғни не деген сөз? Мен айтайын деп отырғаным, бұл қымызды емдік қасиетін бойға дарыту үшін кем дегенде 20 күн, яғни 3 аптадан кем ішпеу керек. Содан ары қарай бұл енді бойға барлық дүниеге шипа болады. Іш құрылыстарыңыз, ас қорыту жолдарыңыз, оның сыртында сүйектің майына дейін, жілік майына дейін жаңартып өзгертетін қасиеті бар. Әрбір қазақ тайпасының қымыз ашыту мен дайындау жолдарында өзіндік айырмашылықтары болған. Бірақ уақыт өтсе де, қымыздың сакралдығы және өміршеңдігі еш өзгеріске ұшыраған жоқ. Қымыз көшпелі халық өміріндегі дала өркениетінің айнымас таңбасы. Жалпы жылқы ол біздің өмірімізді, халқымызды, ұлтымызды жаугершіліктен сақтап қалуда. Сосын біздің бүкіл мына территориямыз керемет қой үлкен. Дүниежүзі бойынша 9-шы орында алады екенбіз мысалы. Осыншама территорияны қалай ұстап тұрған қазақтар. Соның күші, негізгі қаруы шапқындықта, жаудан құтылуда тек қана жылқының күшіменен
жылқының мүмкіншілігімен қашсаң да, жауға қарсы шапсаң да, ол негізгі қару. Бұл сақтап қалатын халқымызды, ұлтымыздың өмірін сақтауда ерекше орын алған жылқы. Басқа ешбір жануар мұндай мүмкіншілікке ие болмаған. Дүние жүзі халықтары мен біздің планета тайпаларының әр түрлі сарқылмас мәдениеті аса бай екенін естен шығармауымыз керек. Халықтар мен этностардың өмір сүру харекеттерін түсіну мен оларға деген қазіргі заманғы көзқарас шекарасының кеңдігі, әдет ғұрып, таным әлемі әрқилы болған сайын адамзат мәдениетінің құндылығы байи түседі. Осы байлықтың ішінен қазақ халқының ұлттық болмысы, оның ежелден келе жатқан рухани дүние танымдық тамыры бар әдет ғұрыптары мен ұлттық құндылықтары айқын көрінеді. 9 күн, 9 тәулік жігіттер үздіксіз піскен жаңа қормалдан үстіне саумалды құйып отырып 9 тәулік піскеннен кейін барып қана жаңағы піспекке ақтығын байлап, ниетіміз ақ, қолдарыңызға дерт бермесін деп жаңағы баталарын беріп отырып жұрт үйт қалады. Көрдіңіз бе? Бұл деген бірліктің, тірліктің үлкен бір кәдімгі жазылмаған ережесі. Содан кейін қазір мынау орыстар жаңағы үріңкі соғыстырады деп жүрміз ғой. Оның арғы түбі біздің көшпелілерден қалған. Бұл бірліктің мынау ниет түйістірудің жаңағы шараға құйылған қымызды бұл әуелі бата беріледі. Бата берілгеннен кейін жаңағы қымызды, бұл қымыз мұрындықты негізінде үлкен бір айтулы шараға да үйлестіріп жасайды. Өйткені ел жұрт ол жерде куә болу керек. Пәленшенің сабасай, пәленшенің бәйбішесінің жаңағы ожауын-ай, оның торсығын-ай, оның көнегін-ай, оның мына шарасын-ай деген әңгіменің өзі бүкіл елге өнеге болады. Мұны тереңінен түсіну үшін қазақи ортада болып, бой сергітер шипалы қымыздан дәм тату керек. Сонда ғана сіздің алдыңыздан табиғи климатты, ландшафтың немесе таудың қарлы шыңдары мен көк майсалы жазира даланың ғажап көрінісі ерекше бай флора мен фаунаған емес, ең бастысы жер бетіндегі барша халықтың қайталанбас жан әлемі ашылады. Қазақ жерінде болып, қымыз ішіп, көкмайса шөптің жұпар исіне қана, дархан даланың кеңдігіне көз жеткізу қандай ғанибет. Көшпенді халық өркениетінің ортасында болып, алғашқы жылқы қымыздың нағыз отанында болу шексіз бақыт.